Құрметті оқырманым, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Көршілердің көз жасы. Біздің қалада қазақтан орыстар көп деп әңгімесін бастады, қарағандылық танысым. Баяғыдан солай. Сонау бір дүние бүлінген 90-шы жылдары бізде ауылдан ауып, осында көшіп келген едік. Қаланың шет жағында орын тепкен 30 пәтерлі шағын үйден баспана сатып алдық. Содан бері жылжып жылдар өтті. Көршілеріміз бұрынғыдай орыс орман. Тұмсық тіреп кездесіп қалғанда ғана әйтеу, бас изеп сәлемдесудің ишарасын жасаған боламыз. Әйтпегенде, көршілерді жау шауып кетсе де, хабарымыз жоқ. Тіпті осылай болғаны дұрыс сияқты сезілетін. Басқадай өмір сүрудің қажеті болмас деп ойлаушы едік. Сөйтсек біз шынайы өмірдің не екенін білмеппіз. Көкірек көзімізді тәкаппарлық тұмшалап тастапты, иманымызды шайтан түгін қоймай боршалап тастапты. Сөйтіп күңгір-түңгірде күлімсі көңілмен күлді көміш өмір өткізіппіз. Алда-жалда біз тұрған үйге Дом, Анадолудан Махмұт адынан көшіп келмегенде, бұрынғы күлді көміш өміріміз еш өзгерместе еді. Тас қабырғалармен құрсауланған, темір есікті пәтерімізде көршілерге сырттай тепсініп қойып жата берер ме еді. Бәрі ойда жоқта өзгерді. 2 жыл бұрын біз тұрған 30 пәтерлік шағын үйге, нақтырақ айтқанда, білерсіңіз қасында құйтақандай әйелі бар, онысының жүзін бізге көрсетпейді, орап-қымтап қойған. 5-6 жас шамасындағы бұйра шаш ұлын жаннастамай. Әуелі бәріміз оған одырайып қарадық. Сақалды жігіттерді адасқандар, өзіміз тап бір тура жолда жүргендей деп санайтын әдетіміз бойынша кекірейіп, керіліп, Махмұттың қасынан шірене басып, шікірейіп өтеміз. Ал Мақан болса, 2 көзім өлдіріп, ассалаумағалейкум деп қиылып тұрады. Тіпті өзінің көршісі Вера әжейге де дәл осылай амандасады. Қысқасы, Махмұт таңнан тұрып, алдымен 2 подезді үйдің алдын жылан жалағандай тазалайды. Келген күні өз қолымен орнатқан есік алдындағы көк орындыққа жайғасып алып, ұйқылы ояу үйден шыққан, жұмысқа баруға, барлық көршіге сәлем береді. Қазақ болған соң өз басым ұялғаннан барып, Махмұттың қолын алған боламын. Орыстар қабағынан қар жауып, іздейіп тұрбызды рас деп өте береді. Олардың соңында риза кейіппен басын иіп тұрып бауырымыз қалады. Махмұттың өзі қаланың шетінде орналасқан тасты үгітіп қиыршықтайтын цехтың қатардағы шолақ бастықтарының бірі. Сағат таңертеңгі 10-дарда қызмет машинасы келіп алып кетеді. Кешке елден бұрын әкеліп тастайды. Қалған уақытында Махмұт тірнектеп сауап жинайды. Біздің бейпіл тірлігіміз Махмұт үшін сауаптың көзіне айналды. Мақан күн сайын кешке көршісі Вера әжейді қолтықтап далаға, яки таза ауаға алып шығады. Бұрындары ары-бері өткен көршілерді күңкілдеп жақтырмай отыратын Вера кемпір мәз. Басқасы басқа, Махмұт бей орыс әжесінің күлімсі иіс жайлаған жаман үйін жуып-шайып тазалап тастапты. Қолы қалт еткенде өз үйінен тамақ әзірлеп апарып береді. Көбінде тісі мүжілген әжесіне дәмді етіп түріп бұламығын жасайды. Құдай сауапқа жазғыр, Махмұттың бұл әрекетін ішінде өзім де бар қала қазақтары оғаш көрдік. Қайдағы бір орыс кемпірді асырап бағып бұны несі деп қоямыз. Мүмкін бұл түрік біздің жақтың жөн-жосығын білмейтін шығар. Айту кереген. Содан бір күні келесі подъезде тұратын Төлеубек құрдасым бар, екеуміз түрік бауырды шақырып алып айттық. Махмұт бей, сен ана кәрі кемпірді күтіп бағып жүрсің, ол орыс, яғни христиан ғой, оның қалай болғаны деп сыр тарта сөйледік. Біздің сөзімізді естіген Махмұттың қос жанары боталап кетті. Патшағардың көзі қандай мөлдіреді. Қарап тұрып аяп кетесіз. Төлеубек құрдасым ондыққа дәл тигіздік пе дегендей маған масаттана қарап қояды. Содан Махмұт сөз бастады. Көзінің жасын сүртіп тұрып, мұсылман баласы үшін көршінің хақысы деген болатынын, ол мейлі христиан болама, кәпір болама, оған көмектесуді Алла бәрімізге бұйырғанын, өзі сол Алланың бұйрығын орындап жүргенін жетті. Алла өзінің бұйрығын орындаған құлына сансыз сауаптар жазатынын түсіндірді. Солай ма? Қызық екен. Татулықтың дәмін татып қалған біздер әзірге аманбыз. Махмұды жоқ бізден кейінгілер қайтер екен. Әйтпегенде осы Махмұд айтқан уағыздарды газет-журнал, радио, теледидардан күнде естіп жүрміз, бірақ ешқандай бойымызға сіңіре алған жоқпыз. Адам баласы бейбіт өмір сүру үшін алдымен көршісімен тату болуы керек екен ау.
Пайғамбар, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисінде, көршісі аш жатқанын біле тұрып, өзі тоқ жатқан мұсылман толық мүмин емес депті. Осыны Мақан бізге үздіксіз айтумен болды. Осылай біздің өміріміз өзгерді. Мұсылманшылықтың не екенін түрік бауырымыз бізге іс амалымен көрсетті. Мейлі кім болсын, адам баласының жаны мейірімділікті, татулықты қалайды. Оны тапқан кезде бақытты өмір сүреді. Махмұд бізге осы жолды үйретті. 40 ұлттан құралған біздің аула тұрғындары ынтымақ атты киелі шаңырақ астына біріктік. Бір күні жұмыстан келсем, есік көзінде Вера әжей егіліп жылап отыр. Сізге не болды десем, Махмұд переживет дейді. Мен сасқанымнан куда деппін. Вера әжей қолын тым алысқа қарата сілтеді. 10 күннен соң бәріміз жиналып Махмұдты шығарып салдық. Көршілерден жыламаған жан қалмады. Қимай-қимай қоштастық. Ол шарты уақыты бітіп еліне кетті.